Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Сабақты бастамас бұрын отбасы туралы қандай мақал білесің деген сұраққа біраз ойланып көрейік. Ата баланың қорғаны, отбасының өнегесі, отан өнегесі. Отбасының сәні сыйластық, достың сәні қимастық. Рахмет оқушылар, бірнеше мақал айтты деп ойлаймын. Ендеше жаңа тақырыбымызды жазып қой. Отбасы ұлт құндылығы деп аталады. Бүгінгі сабақта отбасы құндылығына тоқталамыз және түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін ажыратамыз. Ендеше отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы деген түсінікті біз бастауыштан бері қалыптастырып жүрген үлкен тәрбиелі сөздер. Ал енді 8 қыркүйек халықаралық отбасы күні деп те белгіленген. Бұл күнді белгілеу түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару үшін туындаған. Отбасы шағын мемлекет. Жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қамы. Өйткені бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілері сөзсіз. Отбасы тіршілігінің ежелден қалыптасқан заңы бар. Оны отағасы, я болмаса отанасы, одан қалса үлкен аға мен әпкесі басқарады. Олардың сөзін, ұйғарымын өзгелер жерде қалдырмай тыңдап, бұлжытпай орындайды екен. Оқушылар, 108 беттегі 1-2 мәтінді орындау. Елімізде ең басты ұлттық құндылықтар туралы өз пікірлеріңді ортаға салыңдар. Жақсылап оқып мәтінмен танысыңдар. Отбасыны ұлт құндылығы деп танудың себебі неде деп ойлайсыңдар. Дәптермен жұмысты орындап біткен соң сұрақтарға ауызша жауап береміз. Келесі ережеге тоқталамыз. Естеріңе салып өтейін. Құрамындағы жай сөйлемдерінің мағыналық қарым-қатынасына қарай салалас құрмалас сөйлем 6 түрге бөлінеді. Ыңғайлас салалас, себеп салдар салалас, қарсылықты салалас, кезектес салалас, түсіндірмелі салалас, талғаулы салалас. Өздерің көріп отырған салаластың түрлері жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысалы, ыңғайлас салалас да, де, та, те, және, әрі деген шылаулар арқылы байланысып, үтір, тыныс белгісі орталарына қойылады. Себеп салдар салалас сонымен қатар. Сондықтан, себебі, өйткені, неге десеңіз, тағы да басқа шылаулар арқылы байланысып, үтір немесе қос нүкте қойылады. Ал түсіндірмелі салалас ешқандай жалғаулық шылау арқылы байланыспайды. Ұласпалы дауыс ырғақ арқылы байланысады және қос нүкте сызықша қойылуы мүмкін. Түсіндірмелі салалас сөйлем синтаксистік компоненттерінің алғашқысында айтылған іс-әрекет, оқиға желісінің мәні кейінгі компонентте сараланып, түсіндіріліп, ашылып отыратын құрмалас сөйлем. Түсіндірмелі салалас сөйлемнің бірінші компонентінің баяндауышы ретінде сол, соншама, соншалық, сондай сияқты есімдіктер арқылы үстеу сөздер қызмет етіп, екі жай сөйлемді құрмаластырып тұрады. Мысалы, балалар, атыстың күштілігі сонша, күн күркіреп, жер соғылғандай болып жатты. Түсіндірмелі салалас дегеніміз кемінде екі жай сөйлемнен құралып, және осы жай сөйлемнің біріншісі екіншісіне нұсқайды, ал екінші жай сөйлем біріншіде болған сөйлемді толықтырып, түсіндіріп отырады. Яғни бірінші жай сөйлемде айтылған ойды екінші жай сөйлем анықтап түсіндіріп отыратын түрін түсіндірмелі салалас дейміз. Мына мысалға назар аударсақ, атыстың күштілігі сонша, яғни күштілігін айтқан жоқ ары қарай. Яғни екінші жай сөйлем түсіндірді.
күн күркірегендей, жер соғылғандай болды деп нақтылап түсіндіріп берді. Екінші мысал, сабырлы Олжабектің сасқаны сонша орнынан атып тұрды. Яғни састы, бірақ орнынан атып тұрғанмен түсіндіріп тұр. Сонымен балалар, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары қандай? Деген сұрақтарға жауап береміз. 110-ші беттегі 3-4 тапсырмаларды жазбаша орындаймыз. Үйге тапсырма 8-ші тапсырма. Көркем шығармадан түсіндірмелі салалас сөйлемдер тауып жазу. Ережені оқу, түсіну. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақтан кейінгі әсерлеріңді жаза қойыңдар. Назарларыңа рахмет. Сау болып тұрыңдар.